Бала тәрбиесі ұлт болашағының іргетасы. Осы іргетастың берік қалануына ең алдымен отбасы ықпал етеді. Отбасы баланың алғашқы мектебі, ал ата-ана оның алғашқы ұстазы. Бүгінгі бейнебаянда біз ата-аналардың өз баласымен бірге жасап жатқан тәрбиелік, танымдық әрекеттерін көрсетіп, отбасылық дәстүрлерді насихаттау арқылы ұрпақ бойына ұлттық құндылықтарды сіңірудің бақытты отбасының тамаша үлгілерін ұсынамыз. Ілияс балам, кел сүзбе жей ғой. Сүзбені қайдан аласыз? Ілияс балам, сүзбені 4 түлік мал сиырдан аламыз. Сиырдан сүтті сауып, оны айран қып, пісіріп, айран қып, қалтаға құямыз. Оның сары суын алып, осындай сүзбе жасаймыз. Сүзбеге татымына қарай кішкене тұз сеуіп, одан құрт жасап шығарамыз. Сол құрттан жей ғой балам сен. Анашым құртыңыз дәмді отты. Жарайсың, рахмет балам. Балам, құртты құрамына қарай сүйек жесе, сүйекте көп кальций болады. Бұл құртты жиі жеп тұру керек. Қараңызшы, әкем келатыр. Ассаламалейкум. Уағалейкум ассалам. Өркені өсін маған. Сіз маған құмыра жасай үйретмедіңіз ғой. Әрине үйретем болам. Жүр, құмыра жасаудың ретін көрсетейін. Ал балам, мен саған қыш құмыра жасау ретін үйретейін. Қыш құмыра саз балшықтан жасалады. Бұны көптеген нәрсеге пайдаланамыз. Ішінде бұның сүт сақтауға болады, қымыз, қымыран сақтауға болады, мұздатуға болады. Құмыра жасағанда балам өте мұқият болу керек. Әрбір саусақтардың ұшында нүктелер болады. Сол нүкте арқылы сезініп құмыра жасайды. Ол өте денсаулыққа пайдалы. Денсаулығыңды арттырады. Әке, құмыраны неге пайдаланады? Қыш құмыраны сүт, қымыз, қымыран мұздатып сақтауға пайдаланады. Одан да бөлек тағамдарды сақтауға болады екен. Әке, құмыраныз әдем болып жатқаныңызды. Бұл құмыраны кепкеннен кейін саған сыйға тартамын. Ал ақа, менің құмырам болады. Әрине, осы құмыра кепкеннен кейін мен саған сыйға тартамын.